жалақысы жоғары дейміз, иә, сұраныс өте көп дейміз, бірақ ертең сіз оқып бітіргенше жағдай өзгеріп кетуі мүмкін. Қазір өйткені нарық, экономика иә тез дамып жатыр, тез өсіп жатыр, өзгерістер тез болады. Сондықтан бір мамандықтарға қарап шектелуге де болмайды. Біріншіден, екіншіден, ол мамандық сізге ұнамауы мүмкін. Бір жағынан ата-ана, бір жағынан оқытушылар и балалар өздері ойланбайды екен. Иә, өздері жаңағыдай. Біз енді фрирайтинг жасадық, өздері кішкене ойланып, өздерін іште кім болған қалайтындай. Ата-ана, мен ойлаймын, енді ақылдасу керек. Айтады ғой, 16 жастан кейін баламен дос бол дейді да. Сондықтан біріншіден баладан сұрау керек деп ойлаймын. Өзінің қабілеті бар шығар, иә, өзінің бір қалауы бар шығар баланың. Егер қалау болмаса, оған жаңағыдай ақыл кеңес беріп, арнайы мамандармен сөйлесіп, ақылдасқан дұрыс деп ойлаймын. Жасөспірімдер болатын болса, қазірден бастап жеке қабілеттерін дамытуға көңіл бөлсе деп айтқым келеді. Ол дегеніміз ол коммуникация, ол адамдармен қарым-қатынас, иә, ол тайм менеджмент, өзіңіздің дисциплинаңыз, иә. Мысалы, 8-де тұрамын дедіңіз, 8-де барыңыз, иә. 9-да үйірмеге жазылдыңыз, 9-дан кешікпей барыңыз, иә. Сосын ол ораторлық өнер, иә. Мектепте мысалы түрлі шаралар болады, ұялмай қатысыңыз. Ол керісінше, оны мен ойлаймын, кез келген дүние ойын деп қарау керек та. Ойын деп қараса жеңіл болады. Мысалы, сахнаға сөз сөйлеуге де қорқады, иә, мысалы мектепте де. Оны ойын деп қараңыз, иә. Ол сізге керемет мүмкіндік, өзіңізді көрсетуге деген мүмкіндік, ашылуға деген мүмкіндік, иә. Мысалы мектепте Сарыста болғандардың басым көпшілігі универде Сарыста болды. Университетте Сарыста болғандардың басым көпшілігі басқару деңгейінде отыр, иә. Компанияны басқармаса да, кем дегенде бөлімді басқарып отыр. Яғни ол оның мектептен дағыланған дағдысы. Сондықтан қазір сол soft skillsқа көбірек көңіл бөлсе деп ойлаймын да, жаңағыдай ол өте көмектеседі.